Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Исам Асылай. Мен 5 жастамын. Жарайсың, Асылай. Бүгін біз қызықты тәжірибе жасамақпыз, иә? Асылай, бұл не? Бұл лимон. Лимон ағашында өседі. Лимон пайдалы жейміз. Лимон су сары, пішіні су пақша, дәмі қышқыл. Лимон денсаулыққа пайдалы. Оның құрамында не бар? Лимон құрамындағы С дәрумені бар. Денсаулыққа пайдалы ма? Я пайдалы. Жарайсың, Асылай. Лимон туралы пайдалы бірнеше ақпараттар біледі екенсің. Енді лимонның тағы да қандай сиқырлы қасиеттері бар екенін білу үшін біз екеуміз бірнеше тәжірибе жасап көрейік. Бұл не? Бұл шай. Дұрыс айтасың. Бұл қою қара шай. Енді лимон арқылы осы шайдың түсін өзгертуге бола ма екен? Қанеке, алдымен лимонды салайықшы. Лимонды сал. Қанеке, бұл қайкен араластырайық. Тағы біреуін саламын. Асылай, қарашы, шайдың түсі өзгеріп жатыр ма? Я өзгерді. Ол не себепті екен? Өйткені лимон құрамындағы қышқыл түсті өзгертуге әсер етеді екен. Жарайсың, Асылай, дұрыс айтасың. Шайымыздың түсі өзгерді, иә? Келесі біздің тәжірибеміз, Асылай, лимон арқылы шарды үрлеу. Қанеке, бірге жасап көрейік ол тәжірибені. Не? Лимонымызды сығып алайық, қанеке, бірге. Қарашы, шарымыз үрленіп жатыр ма? Я үрленді. Не себепті екенін білесің бе? Өйткені сода мен лимон қышқылы араласқанда көмір қышқыл газы пайда болады. Сондықтан шарымыз не істейді екен? Үрленді. Үрленді, жақсы, жарайсың. Ендігі кезекте лимон арқылы дақты кетіруге бола ма екен? Қарашы, менің қолымдағы орамалға дақ тиіп қалған екен. Осыны лимонның көмегімен кетіруге бола ма екен? Екеуміз бірге зерттеп қарайық, Қанеке. Алдымен мына даққа лимонның суын тамызайық. Асылай, қарашы, орамалдағы дақ кетті ме? Я кетті. Өйткені лимон құрамындағы табиғи қышқыл орамалдағы дақты ыдыратып жібереді екен. Орамалымыз енді тап-таза болды, иә? Ендеше лимоннан пайдалы су жасап ішейік. Ол үшін бізге лимон қосылған су керек. Лимон суы денсаулығымызға пайдалы. Сен жаңа өзің айтып өткендей, лимон құрамында С дәрумені бар. Қанеке, екеуміз балдың да денсаулыққа пайдасы бар. Қанеке, ала бір қасық бал салайық. Енді осы екеуін қосып, дәмді және де пайдалы сусын жасайық. Дәмін көреміз бе, Асылай? Көрейік, иә? Қанеке, дәмі қандай екен? Дәмі қандай екен, Асылай? Дәмді. Саған ұнады ма? Я ұнады. Ендеше осы пайдалы сусынды достарымызға да ұсынайық. Бұл сусын денсаулығымызға жақсы, пайдалы және оны сатып, табыс табуға да болады, Асылай. Асылай, бүгінгі жасаған тәжірибе ұнады ма саған? Әрине ұнады. Лимон туралы қызықты ақпарат білдік. Сіздерге де ұнады деп ойлаймын. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.